Ал достар, армандастар, ассаламағалейкум. Бұл видеоның екінші бөлімі. Нурик екеуміз жалғастырамыз. Бүгін кеудемен арқа жасайтын боламыз. Өте қызықты жаттығулар болады. Сондықтан біз сразу разминкасы бірінші жаттығудан бастаймыз. Жим на наклонный. Бүгін вес қатты үлкен болмайды. Өткені понедельник қана жасағанбыз. Кеудемен арқаны. Сондықтан бүгін орташа салмақпен жұмыс істейтін боламыз. Бірақ пайдалы жаттығуларды беруге тырысамыз. Разминка болды. Давай, Нурик. Бұл базалық жаттығу, жим на наклонный. Кеуденің жоғары жағына арналған. Өте мықты жаттығу. Неліктен өткені әсіресе қазақтарды кеуденің төменгі жағы өте қатты дамығанда, ал жоғары жағы жоқ болады. Сондықтан басында кеуденің жоғары жағын нығайтқан дұрыс. Сонда кеуде осындай болып, төрт бұрышты болып өседі. Қосамыз, Нурик. 50 келімен разминка жасадық. Енді келесі салмақ 80 келі. Негізі біздің рабочий салмағымыз 110-120 килограмм. Біз жай-жайдан салмақты көбейтіп отырамыз. Сондықтан травма алып қалмас үшін аз-аздан бастаған дұрыс. Келесі салмақ 80 келі. Бұл салмақпен бір 8-10 рет жасаймыз. Одан кейін тағы көбейтеміз. Негізі көбісі сұрайды, жаттығуларды қалай жасаған дұрыс, кеудемен қандай бұлшық еттерді жасаған дұрыс. Бұл жерде біз бүйтіп бөліп тастадық. Аяқпен мысалы иық жасаймыз, сосын кеудемен арқа жасаймыз. Бұл бұлшық ет антагонист деп аталады. Біз негізі үйтіп қатты қарамаймыз, бірақ антагонист болған дұрыс. Бір-біріне қарама қарсы. Мысалы кеуде жасадық, одан кейін арқа жасадық. Бір апта бұрын Нуриктің салмағы қанша болды? Салмақ 72 келі болған. Бүгін 78 келі көрсетіп тұр. Үстінен тағы 6 келі қосқан ғой, бір аптаның ішінде. Ненің арқасында айт? Бешбармақ жедің. Тағы не? Қымыз іштің, плов ішті. Әйтеуір таңертең болса, түнде болса тамақтарды ұра берді. 5 рет, 6 рет. Тренировкада сосын құсады, оның бәрін. Қайтадан барып үйге тамақ ішеді, сөйтіп салмақ жиналады. Жаттығуымызды жалғастырамыз. Штангыда 100 келі, 100 келімен 3-5 қайталау. Бес қайталау кетті. Бұдан кейін тағы салмақты көтеретін боламыз. Нурик, бұл салмаққа дайынсың ба? Давай. Штангыда 100 келі. Нуриктің салмағы қосылған сайын, оның күші де көбейеді. Бес. Өтер. Жақсы. Бұл пауэрлифтингтің системасы. Біз үлкен салмақпен аз қайталау жасаймыз. Сонда біз күшімізді көбейтеміз. Күшімізді көбейеді, салмақ бұлшық етте өседі. Мысалы, келесі апта уже көбірек қайталау жасайтын боламыз. Бірақ бүгін силовой апта. Сонымен келесі салмақ 110 келі. Қатты салмақты көтеру үшін әсіресе кисқа нагрузка кетеді. Сондықтан бізге осындай кистевой бинттары өте жақсы көмектеседі. Фитрумнан алған Шиек деген американдық фирма. Мінекей. Бүкіл чемпиондар Фил Хит, Кай Грин осы фирмамен тағады. 110 келі. 3 қайталау жасаймыз. Сосын мүмкіндік болатса салмақты көбейтетін боламыз. Жақсы кетті. Тағы запас бар. Менің ойымша енді 130-ға дейін барамыз. Прогресс болу үшін салмақты барынша тырысу керек, көбейтуге. Штангыде 110 келі. 3 қайталау жасайды. $120 келі. 3 қайталау жасауға тырысамыз. Өте жақсы. Тағы запас бар. 130-ға дейін апарамыз енді. Нурик, қалдыра салайықтан о салмақты.
Қалай ойлайсың? А? 110 қалдырамыз ба? Нурик өзі шешеді. Айтпады демеңдер. Нурик өзі шешеді. Барасың ба, игілі түсіріпті қалдыра саласың ба? Бір ретке бара. Ал, бір ретке жасайым дейді. Кәні, кеттік. Үш, кеттік. Итер. Красавчик. Өз жасады, көмектеспедім. Молодец. Намыс қой, намыс. Келесі салмақ 130 келі болады. Айтпақшы достар, өткен тренировкада рекорд қойдым. 54 килограммдық гантельмен общий салмақ 108 келі бола ма? 108 келімен 8 қайталау жасадым. Біз бүгін штангыда рекордке бара жатырмыз. 130 келі. Осындай базалық негізгі жаттығуларды всегда басында жасаймыз. Сосын уже жеңілдеу жаттығуларға көшеміз. Разводка, бабочка. Рүстем деген гигант біздің бауырымыз. Өткенде Ербол Науановпен жарысты. Ерболдың трицепсін жыртты. Бычықлап ютубта видео бар. Сілтемесін қалдырам. Рүстем бір қарап жүрші. Бола ма на салмақ? 130. Бағам, бір страховка жасап жүрші. Во мне прослюнился Леха Писаревский. Пошел. Есть? Не помогал? А показал, что помогал. Даже запас был, да, еще, да? Мне просто показалось, что ты на втором повторении мне чуть помог. Нет, ты просто да? Нурик қалдыратын болды, осы салмақта 120 келі. Бір қайталауға жасайды. Оп. Жақсы. Жасады. Мақта. Мен салмағым 130. 1, 2, 3. Осы жолы өте қиын болды. Өшіп қалдық қой. Келесі жаттығуға көшеміз. Сонымен келесі жаттығу разводка в кроссовере. Бұл жаттығу гантельмен разводкаға өте қатты ұқсайды. Бірақ бұл жерде точечный нагрузка береді, әсіресе кеуденің жоғар жағына. Давай, Нурик бастайды. Ол тренажерда қатты салмақ алмаймыз. 10 келі. Біз жаңа жим жасадық қой. Ол бұлшық етті көбейтеді. Амасан, мына жерде уже кеуден жақсы созады. Былай қарай әкете береді. Даже иықтың алдыңға жағы жұмыс істейді. Кеуден жоғар жағы жұмыс істейді. 7 килограмм қос деген осы ғой, Адамдар сұрап жатыр, қалай 7 килограмм қосты деп. Айтсайшы. Ақ құпияңды ашсайшы. Бансайға келгендер түсінеді. Ал кеттік. Созамыз. Қостық. Создық, сездік. Бұл жерде мақсат жақсылап тұрып созу кеудені. Өте жақсы. Нурик көбейтесің бе? Ал Нурик салмақ қосады. 12,5. Сосын достар, сіздерге осы видеоның соңында бонус болады. Біз позинг жасайтын боламыз. Шешініп. Әдемі позаларды денемізді көрсетеміз. Күтіңіздер. Бодибилдинг деген негізі спорт түрі, ол эстетика. Біріншіден ол эстетика, денені әдемі түрге келтіру. Біреулерде кеуде қалып отырады, немесе қолдары кішкентай болады. Сондықтан бодибилдинг өте жақсы көмектеседі. Өйткені сен осы өз фигураңды өзің құрасың қолынан. Сосын уже идеальный формаға жеткен кезде
адам уже барып жарысқа шығады. Уже мэнс физик деген, әдем формада болу, престі шығару, талия өте жіңішке болу керек, иық деген кең болу керек, ашылып тұрып. Сол идеальный форма деген сондай болу керек. Греческий атлеттерге ұқсау керексіздер. Инстаграмда жиі қойылатын сұрақ: 7 килограммда қалай қосты деп бәрі сұрайды да. Қалай? Не үшін көтімізді терлетіп жүрміз біз залда, Не үшін? Олар ойлайды да, қазір бірдеме ішіп аламыз да, қосып аламыз да. Сондықтан бірінші зал, екіншіден тамақтану. Дұрыс па? Анша көтерсеңде тамақ жоқ болса демеңдер. Уже шықпайды. Сол үшін 5-6 рет күніне өзіңе расписание қоясың тамақ ішуге и тренировка. Болды, құпияны ашпай, өй жабылсың, ой. Құпияны ашпай қой, бұл үшін Нуриктің дайрегіне жазыңдар. Ол сендерге уже түсіндіріп береді. Чё почем пучок редиски и с чем его едят. Суббота, воскресенье демалам құрсын. Өлдік қой бұл апта. Видеоға түсеміз деп өлдік қой. Сендерге мастер-класс көрсетеміз деп өштік қой. Сол үшін лайкты аямай басып бізбен бірге болыңдар. Достар, көресіздер, келесі апта тағы 7 килограмм қосып алайын деп тұрғай мына жігіт. Сендер үшін сондықтан дұрыс айтып жатыр, лайкты аямаңдар. Комментарий жазыңдар. Сендер лайк басқан сен 1 килограмм қосылып жатыр. Базар жоқ. Ал біз келесі жаттығуға көшеміз. Келесі ерекше жаттығу кеуденің төменгі жағына пуловер деп аталады. Біз оны қазір барынша созатын боламыз. 30 келіден бастаймыз гантельмен. Так. Арқаның жоғар жағына жатамыз, бүйтіп. Ал бөксеміз төмен қарай түсіреміз. Гантельді алдық. Осылай. Дейімді анамызды барынша созамыз. Көтердік. Кеуден төменгі жақсылап тұрып созылады. Жақсы. Бұл жерде міне кеуден төменгі жағы созылады. Жақсылап тұр. Және кішкене қанаттары қосылады. Созылғансыз. Бір жерім жыртылып кетеді жазады ғой. Бір жерім жыртылды болды. Жақсы. Ал келесі жаттығу арқаға жасаймыз. Осымен кеуде бітті. 3 жаттығу жасадық. Арқаға тағы 3 жаттығу болады. Бұл ең негізгі, ең маңызды жаттығу. Нурик бұл жаттығуды біледі, өткенде жарысқа дайындалған кезде 1 жыл бойы тоқтамай, күнде жасайтын арқаны. Тартылып. Сонда ғана денесі жоғар жаққа біраз үлкейтті. Арқасы жайлау болды. Қазір арқаны нығайтамыз. Бұл жерде ерекше техника, өткені біз қарапайым техникада жасамаймыз. Бұл жерде тек қана арқа жұмыс істейтін болады. Біз соңына дейін апармаймыз, тек қана арқаның бұлшықетін қосатын боламыз. Тартылған кезде сәл тоқтатамыз. Тоқтат, жоғар шықты. Тоқтат. Міне. Арқа кетті. Тартыл, тоқтат. Мысалы, көбісі қалай үйренген тартылуға? Бұлайда көбісі тартылатындар. Тартылды. Міне. Бұл жерде көбінесе қол жұмыс істейді. Қолға беріп тартыламыз. Қазір біз жасайтынымыз кең ұстап, шынтақпен тартылып, арқаның бұлшықеттері қосылатын болады. Бұлай. 10-12 қайталау жеткілікті. Бұл жаттығуда. Арқаға арналған екінші жаттығу горизонтальная тяга. Отырып тартатын боламыз. Өте жақсы қанаттарды нығайтады, сосын ромбовидный деп айтады. Арқаның ортасы жұмыс істейді, өте жақсы. Техникасын қазір көрсетеміз. Бізде осындай ручка, немесе 3 бұрышты ручка алуға болады. Енді Нурик тартады. Тарттың. Бұл жерде барынша арқаны қысу керек. Создың алға қарай қыстың арқаны. Өткені көбісі бейт тоқтамай жасайды, ол сезбейді. Ал бұл жерде тоқтат. Жұмыс жасасаң, өте жақсы жұмыс істейді арқа.
Біз 30-пен нетпейміз да. Сразу 60-қа сала берейік та. Аяймыз бәсе. Соңғы жаттығу өшіп қалдық. Экстензия гантельмен. Бұл енді и так өлтіретін жаттығу. Біз оны еще соңында жасаймыз. Осымен барып қылжайып ұйықтаймыз ғой. Белге өте жақсы көмектеседі. Белдің бұлшық еттерін көбейтеді. Сосын әсіресе кімде грыжа, протрузия бар, бұл жаттығу жақсы көмектеседі. Бірақ біз бұны салмақпен жасайтын боламыз. Ол бастапқы спортсмендерге ол өте қауіпті. Сондықтан осы жаттығуды қайталамаңыздар. Бірақ біз жасап көрсетеміз, негізі қалай жасауға болатын. Ал мінекей достар, бізде осындай тренажер, тік тренажері белге жақсы береді. Және біз гантель тартқан кезде арқа жұмыс істейді. Ол жерде қанаттарға жақсы береді. Міне, тартқан кезде қанаттар жұмыс істейді, и көтерілген кезде бел жұмыс істейді. Былай қарай. Осы бүкіл осы облысты. Соңғы 4-ші подход 40 килограммен. Біз осы видеоны позингпен аяқтайтын боламыз. Позирование. Кеттік. Productions.